Рухани кемелдік деген сөз өзін сезу керек, өзін білу керек, өзінің қай платформа, қай қабат, қай жерде екендігін сезу керек бірінші. Ал оны сезу үшін де рухани кемелденудің сатылары бар. Шариғат, тарихат, марифат, ақиқат деген. Содан кейін олардың арасында 70 мақам бар. Соның барлығы мектебін өткен адам жаңағы мәселені. Оны қысқаша айтқанда өзін тану жолы деген сөз ол. Яссауи айтады, ол шариғатқа, тарихатқа дейді, шариғатсыз өтуге болмайды дейді. Себебі тарихат дегеніміз құбылыс, шариғаттың ішіндегі құбылыс қой, исламның ішіндегі де. Сондықтан бірінші шарт шариғат. Әл-фахру фахри деген пайғамбарымыздың хадисі бұл. Оны кедейлік менің мақтанышым деп аударып жүр да. Ол жерде кедейлік емес ол. Адамның Аллаға деген мұқтаждығының өлшемі. Адам Аллаға мұқтаж екендігін сезу керек, тану керек, бойында сезу керек. Егер ештеңеге, әсіресе Аллаға мұқтаж емес екендігін сезген адам кім ол? Олар тәкаппарлар. Сен мен теңмен деп шіреніп жүрген адамдар олар. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл жерде фақыр деген категория біздегі яссауидің фақыры, ол Аллаға мұқтаждық. Алласыз дем ала алмау деген сөз ғой. Сол халді айтып отыр.